Балалар, бүгін біз ерекше саяхатқа шығамыз. Тақырып құрама есеп. Бірақ алдымен бір сұрақ. Құрама есеп деген не? Ол бірнеше амалдан тұратын есеп қой, иә? Дұрыс айттың, Айша. Ал енді оны қызықты түрде үйренеміз. Сәлем балалар, мен Робикпін. Есеп елінде сіздерді тапсырма күтіп тұр. Мына ағашта 4 алма бар. Осындай 5 ағаш өсіп тұр. Барлығы неше алма болатынын табыңдар. Мен білем. 4 көбейту 5 тең 20 алма. Енді бәрін жейік пе? Тоқта, Мери, Робик тағы тапсырма беретін шығар. Дұрыс. Енді сендерге орманнан 8 алма сыйға берілді. Барлығы неше алма болды? Алдыңғы 20 алмаға 8-ін қоссақ? 20 қосу 8, 28 алма болды. Дұрыс жауап. Сендер 2 амал орындадыңдар. Көбейту және қосу. Бұл нағыз құрама есеп. Ендеше құрама есепті қалай шығарамыз? Алдымен бір амал арқылы аралық нәтижені табамыз. Сосын, сол нәтижені келесі амалға қолданамыз. Ал соңында бәрін тексеріп, жауап жазамыз. Өте жақсы балалар. Бүгін бәрің есебелі қаһармандары болдыңдар. Құрама есеп бұл бір емес, бірнеше амалмен қосу, азайту, көбейту, бөлу шығарылатын есеп. Яғни, құрама есепте бірнеше қарапайым есептер өзара байланысып, бір тізбекті құрайды. Яғни, құрама есепті шығару үшін алдымен бір амал арқылы аралық нәтижені табамыз. Содан кейін сол нәтиже арқылы келесі сұрақты шешеміз.